Сәлем, Дима. Сәлем, Вика. Сәлем, достар. Біз тез өзгеретін әлемінде жоғары технологиялар мен ақпарат әлемінде өмір сүріп жатырмыз. Вика, сен болашақта кім болғың келеді? Иә, Дима, қызықты сұрақ екен. Әлемде көптеген мамандықтар бар, және олар өте қажет және маңызды. Ал сен медицинада, білім беруде, ауыл шаруашылығында және өндірісте олардың қаншасын білесің бе? Иә, білемін. Мысалы, терапевт, хирург, офтальмолог, Дәрігер, мұғалім, құрылысшы, кенші, жүргізуші, токарь. Достар, біздің мақсатымыз сіздерге Қазақстандағы еңбек нарығындағы ең талап етілетін мамандықтар туралы айтып беру. Қазақстан еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстанда сұранысқа ие 100 сервистік және индустриялық мамандықтар тізімін жасады. Бұл тізімге жоғары білім талап етілетін 35 мамандық және техникалық және кәсіптік білім жұмысшы мамандықтары талап етілетін 65 мамандық, сондай-ақ әрдайым сұранысқа ие болатын 10 жаңа мамандық кірді. Міне біз олар туралы сөйлесеміз. Мысалы, IT технологиялар саласындағы мамандықтар. Бұл қандай мамандықтар? Білесің бе? Иә, білемін. IT сала мамандарының арасында еңбек нарығы ең алдымен таргеттелген және контекстік жарнама бойынша шеберлерге, имейл маркетологтарға, SMM және SEO мамандарға, бағдарламашыларға, мобильді қосымшаларды әзірлеушілерге, Big Data аналитиктеріне, HR брендті дамыту бойынша мамандарға мұқтаж болады. Бұл әсіресе коронавирустық пандемия жағдайында әлемнің онлайн режимінде кетуіне қатысады. Мұндай мамандықтар да пайдалы, өйткені қашықтан жұмыс істеуге болады. Мысалы, карантин жағдайында сіз жұмысыңызды тоқтатпайсыз. Аналитик талдаушы тапсырыс берушілердің талабы бойынша ақпаратты жинайды. Оларды іске асыру үшін нұсқаларына ұсынады және де бизнес идеяларды ұсынады. Бағдарламашының міндеттері: бағдарламаларды әзірлеу, тестілеу бойынша қатерлерді жою, офиске ПО енгізу және бақылау, қорғалған бағдарлама негізінде құжаттарды ресімдеу және оның жұмысын бақылау. Бэкэнд әзірлеуші қосымшаның серверлік бөлігін жазады. IPA бизнес логикасы мәліметтер базасымен жұмыс жасайды. Фронтенд әзірлеуші клиенттік бөлігі нақты сайт әзірлейді. Full stack әзірлеушілері фронтенд, бэкэнд екеуі де жұмыс істей алады. SMM маман тек қана интернетпен, әлеуметтік желілермен қарым-қатынаспен, жарнамамен, компаниямен өнімді жылжытумен байланысты қызмет саласы. Ол коммуникативті және креативті болуы керек. Сату жөніндегі маман, басқаша айтқанда сату өкілі. Ол өз фирмасының тауарды әртүрлі схемалары жылжыту білу керек. Клиенттермен қарым-қатынас жасау және оларды өнімдерді сатып алуға сіңіру. Ол компаниялардың ұсыныстарының әлеуетті тұтынушылардың кең тобына қысқаша жеткізуі керек. Дима, маркетинг деген не? Маркетинг диджитал және тағы басқа жарнама және брендпен бойынша жұмыс. Маркетолог әлеуетті пайдаланушыларды өнімнің бар екендігі туралы хабарлайды. Жаңа өнімдер, қызметтер туралы таныстырады. Өнімнің медиа бейнесін жасайды. Олар клиенттердің фидбекімен тікелей жұмыс істейді. Мысалы, Twitter аккаунт жүргізеді, авиасейлс, Яндекс азық-түлік. Жұмысшы мамандықтары электриктер, сантехниктер, дәнекерлеушілер, құрылысшылар. Бұл мамандықтардың құпиясы, олар әрқашан сұранысқа ие. Адамдар үйлерді жабдықтайды және үнемі жұмыс күшіне мұқтаж болады. Және де олар кәсіби қызметтері үшін көп ақша төлеуге дайын. Бухгалтер экономика және қаржы саласындағы ең сұранысқа ие мамандық. Ол қызметкерлердің жалақысын, салықтық төлемдерді, тауар бағасын анықтап, тапсырыс берушілер мен орындаушылар арасындағы есепті жүргізеді. Ал қазір оқытушылар қалай жұмыс жасайды?
Оқытушылар 2020 жылы көптеген оқу орындары онлайн оқуға кетуімен байланысты әдеттегі кәсібі мұғалімдер, тәлімгерге айналады. Қазірдің өзінде олар еңбек нарығында жоғары және орта буын менеджерлері мен басшылары арасында сұранысқа ие. Мамандықты қандай таңдауға болады? Практикалық кеңестер мен ұсыныстарына назар аударыңыздар. Біріншіден, кім болғаныңыз келетінін анықтаңыз. Ашық есік күндеріне қатысыңыз. Еңбек нарығын зерттеңіз. Қажетті мамандығы бар оқу орындарының тізімін жасаңыз. Бюджеттік орындар санына мен өту баллына назар аударыңыз.